Бүгін ақпарат туралы айтамыз. Егер сізге ақпарат бермесе, немесе дұрыс емес ақпарат берілсе, не істеу керек? Сізді алдап, толық ақпарат бермейді. Осы жерде мәселе туындайды. Сонымен, егер біз журналист туралы айтатын болсақ, онда сіз ақпарат иесінен сұрайтын ақпарат, яғни ресми ақпарат бар. Олар оны бір кездері өздері ресми ақпарат етіп таратқан, және сіз бір нәрсені нақтылауыңыз керек. Сауал жолданған күнді есепке алмағанда, ақпаратты ұсыну мерзімі тек 2 жұмыс күні. Бүгін сауалды жолдадыңыз. Келесі жұмыс күні мен арғы екінші жұмыс күні хабарластыңыз. Екінші жұмыс күнінің соңында сізге ақпарат беру керек. Егер сіз олар таратқан ресми ақпаратқа байланысты емес, сізді қызықтыратын кез келген сұрақпен хабарлассаңыз, онда жаңа заңға сәйкес олар сізге ақпаратты ұсынуы тиіс мерзім 5 жұмыс күнін құрайды. Әрине, олардың өз айлалары бар. Сізге бұл ақпаратты бірден бере алмаса, оған дайындалуы, кейбір статистикалық деректерді жинауы, кейбір басқа субъектілерден, органдардан және тағы да басқа сұрау керек. Оның бәрін 15 күнге ұзарта алмайды. Бірақ бұл туралы сізге хабарлауы тиіс. Олардың сіздің сұрауыңызды қарау мерзімін ұзарту себебі неде? Енді, көбінесе бұл орындалмайды. Жай ғана ақмақтық үшін белгіленген мерзім. Журналист жауап ала алмайды, немесе қандай да бір толық емес жауап алады. Яғни ол сұраққа нақты жауап алмайды. Бұдан қандай да бір жолмен қорғану мүмкін бе? Қорғануға болады екен. То есть, реального ответа на вопрос не получают. Можно ли против этого как-то защититься? Можно, оказывается. Біріншісі, әкімшілік жауапкершілік. Ақпарат иесінің барлығы айтпақшы, кім ақпарат иесіне жататын болса, ақпаратқа қол жеткізу туралы заң бар. Осы заңдағы 8-ші бапты есте сақтаңыз. Оны өзіңіз үшін жазып алыңыз. Ақпаратқа қол жеткізу заңының 8-ші бабы ақпарат иесінің кім екенін анықтайды. Мемлекеттік құрылымдар ғана емес, квазимемлекеттік сектордың барлық субъектілері, ұйымдардың барлық кәсіпорындарының үлкен тобы, бюджет қаражатын алушылар болып табылатын заңды тұлға, олар осы бюджет қаражатын игеретін бөлікте де осындай көптеген адамдар бар. Бізде бюджетпен кім жұмыс істейді? Мемлекеттік монополия субъектілері және тағы басқа заңды тұлғалар. Онда экологиялық ақпарат, төтенше жағдай, табиғи техногендік апат, өрт қауіпсіздігі, санитарлық эпидемиологиялық және тағы басқа азық-түлік қауіпсіздігі туралы ақпарат бар адамдар. Барлық дерлік компаниялар мен ұйымдар сайып келгенде осылар ақпарат иелері болып табылады. Олардың барлығы осы заңға көрсетілген мерзімді сақтауы керек. 2 немесе 5 жұмыс күн ішінде сіз сұраған ақпаратты ұсынуы тиіс. Егер бермесе, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте біз жұмыс істей алатын 2 бап бар. Біріншісі 78, екіншісі 456, бірінші бап. Вторая статья 456 прим. 1. Бұл 2 бапта ақпаратты беруден заңсыз бас тартқанда, немесе ақпарат бермегенде, және толық емес ақпарат берген жағдайда жауапкершілік қарастырылған, айыппұл салынады. Енді осы лауазымды тұлғалардың аталған баптар бойынша жауапкершілікке тартылуы іс жүзінде қаншалықты шынайы түрде жасай аламыз? Егер сіз адамдардың жалпы әкімшілік жауапкершілікке қалай тартылатынын білсеңіз, сотқа арыз жазуыңыз керек. Жалпы ереже мынадай: сіз қандай да бір мемлекеттік органға хабарласасыз. Мемлекеттік орган хаттама толтырады, содан кейін бұл хаттама, мысалы, сотқа беріледі. Ал сот әкімшілік жауапқа тартады. Бірақ бұл жерде ешбір шенеуніксіз, ешқандай хаттамасыз тікелей сотқа өзіңіз келуге құқыңыз бар. Осы құқық бұзушылық болған жерде арыз бересіз. Ал лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оған айыппұл салынады. Егер қорқып дереу сотқа арыз бере алмасаңыз, теориялық тұрғыдан прокуратураға арыздана аласыз. Себебі прокуратураның өздерінің қаулысы мен жоғарыда айтқан 2 бап бойынша іс қозғауға құқығы бар. Сондай-ақ олар шешім шығарған кезде сотқа береді. Ал судья прокуратураның шешімі негізінде бұл істі 2 жолмен тікелей сот не прокурор арқылы қарайды. Айтпақшы, прокурор бас тарта алады, өйткені олар міне, сіз өзіңіз жасай аласыз. Прокуратураның тегін пайдаланғыңыз келеді ме? Сіз бізге жүгінген нәрсені тікелей сотқа беруге құқыңыз бар деп айтады. Сондықтан менің ойымша тікелей сотқа беріңіз. Пайдаланыңыз. Іс жүзінде мен сізге осылай жұмыс істеген журналистердің есімдерін де айта алмаймын.
Барлығына уақыт, күш-қуат жетпейді. Айтпақшы, сіз өкілге сенім хат бере аласыз. Өйткені бұл жағдайда сіз жәбірленушісіз. Жәбірленушінің өкілі болуы мүмкін, ал өкіл сіз үшін мұның бәрін жасай алады. Барлық процедуралармен айналысады. Сотқа сіз келмейсіз, тек өкіліңіз келеді. Әрине, қалауы бойынша судья сіздің міндетті түрде қатысуыңызды талап ете алады. Хотите бесплатно попользовать прокуратуру. Так что напрямую в суд это, на мой взгляд, более преимущественно. Пользуйтесь. На практике, я не могу вам даже привести фамилии журналистов, которые бы вот таким способом работали. У всех не хватает времени, сил, энергии. Но, кстати, можете дать доверенность и лицо, поскольку в данном случае вы выступаете потерпевшим. У потерпевшего может быть представитель, и представитель вместо вас может все это делать, этими всеми процедурами заниматься. Вы даже и в суд не придете сами, а просто придет представитель. Конечно, судья может потребовать и вашего обязательного участия, это уже на усмотрение судьи. Екінші, бұл ЭРПК бойынша жауапкершілікке тарту. Мұндай аббревиатураны естідіңіз бе? Жаңа әкімшілік іс жүргізу кодексі. Онда сіз әртүрлі мемлекеттік органдар мен лауазымдарды, тұлғалардың іс-әрекеттеріне сотқа шағымдана аласыз. Ондағы жалғыз шарт алдымен жоғары тұрған органға хабарласу керек. Алдымен жоғары тұрған органға шағым жасасыз. Содан кейін ол жерде бас тартқан кезде сотқа шағымдануға құқығыңыз бар. Мұны өз бетіңізше шеше алмайтын шығарсыз. Бұл жерде сізге заңгерлерді тарту керек. Сөйтіп, сотқа арыз беріледі. 3 инстанция бар. Бірінші инстанция, екінші инстанция, апелляциялық және үшінші кассациялық. Қарапайым жағдайларда шағымданғаннан кейін ұйғарым немесе сот шешімі заңды күшіне енсе, онда тек кассациядан кейін ғана тек жоғарғы сот қарайды. Сондықтан, бұл жерде ұзақ дистанция бар. Өйткені бірінші инстанция шамамен 3 ай болуы мүмкін. Мұның бәрі екінші инстанцияда 3 айға созылады. Бірінші инстанцияда шешім шығарылғанда 2 ай шағымдануға беріледі. Содан кейін олар осы уақыт аралығында қарастырады. Апелляциялық шағымдар, ал әдетте кассацияға 6 ай, яғни олар кассацияға арыз берді, және олар бұл істі 6 айдан кейін ғана қарастыра алады. Іс жүзінде олар мұны жасайды. Әрдайым соңына дейін күтеді. Содан кейін ғана қарастырады. Сондықтан 1 жылға нақты, 1 жылға жүгіру керек. Менің ойымша, осының барлығына энергия жетпейтін шығар. Ең қарапайым әкімшілік тәртіпте мен бұл туралы жоғарыда айттым. Так что реально на год. Да, забег на 1 год. Я думаю, не у всех энергии хватит. Но если какое-то супер дело, то можно. Самое простое все-таки в административном порядке, о чем я выше говорил. Үшінші әдіс, бұл қарапайым азаматтық іс. Бірақ бұл да ұзақ. Біреу сіздің құқығыңызды бұзса, сіз азаматтық іс арқылы бұзылған құқығыңызды қалпына келтіру үшін сотқа жүгіне аласыз. Бұл жерде де шешім заңды күшіне енгенше шамамен 6 ай, 2 инстанция кетуі мүмкін. Сондықтан да ұзақ. Өкілге тапсыруға болады, сіздің орныңызға адвокаттар айналысады. Егер өзіңіз төлейтін болсаңыз, мұның бәрі ақша тұрады. Немесе әділсөз қорынан көмек сұрасаңыз болады. Біз де сізге мұны тегін жасай аламыз. Қор осындай жағдайда сізге көмектесу үшін мені ұсынады. Немесе олар заңгердің қызметін төлейді. Әрине, бізде бәрі супер емес. Оған үлкен сомалар бөлінеді. Сондықтан олар қанша бөлсе, сонша адвокат бұл сомамен келісуі керек. Түйіні, құқығыңызды қалпына келтірудің ең оңай жолы тікелей әкімшілік құқық бұзушылық туралы сотқа жүгіну. Ол өте тез қарастырылады. 1-2-3 аптада бұл істі қарайды. Содан кейін 10-15 күн ішінде, жоқ, менің ойымша 10 күнтізбелік күн ішінде бұл шешімге шағымданады. Егер тез шағымданса, онда апелляция 2-3 аптада қарастырылады. Сондықтан 2 айда шешім заңды күшіне енеді. Ең оңай жолы. Міне, мен айтқан 2 бап үшін екінші ұзақ жол ЭРПК арқылы. Мен айтқанымдай, арнайы әкімшілік соттарға шағымданыңыз. Және процедураны 1 жыл бойы бастауға болады. Кімде-кім жеткілікті күшке ие болса, оған тұрарлық деп ойлаңыз. Оны 1 жылға бастауға болады. Үшіншісі азаматтық сот. Мәселені 6 айда шешуге болады. Сондықтан қайталап айтамын, ең жақсы нұсқа әкімшілік жауапкершілікке тарту. Мархабат, қолданыңыз.
длинный способ – это через АППК. Обжаловать в специальные административные суды, как я говорил, и на целый год можно запустить процедуру. У кого сил хватает, чувствуете, что стоит того, можно запускать на год. Ну и третье, гражданские суды, там далеко не все вопросы можно решить, но тоже на полгода. Поэтому, еще раз повторяю, самый оптимальный вариант – это в административном порядке, привлечение к административной ответственности. Пожалуйста, пользуйтесь.